Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, өте керемет болып шығатын түрік тәттісін, яғни түрік тоқашын дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, оның үстіне қантымызды, содан соң тұзымызды, содан соң аштығымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл жерде ештеңе ештеңе жасамаймыз, барлық тек құрғақ ингредиенттерді саламыз да, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей осылай жақсылап араластырып аламыз. Содан соң бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Сары майымызды қосып болғаннан кейін, оған сұйық майымызды қосамыз. Содан соң суымызды қосатын боламыз. Енді бұл жерде жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Жақсылап қамырымызды әдемі қылып илеп аламыз да, оны осылай ортасын ашып тұрып, жақсылап илеп алуымыз қажет. Енді қамырымыз дайын болды, оны ыдысымызға саламыз да, бетіне пищевой пленкамен жауып, ауа өтпейтіндей қылып 30 минутқа қойып қоятын боламыз. 30 минуттан соң қамырымызды аламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды, осындай әдемі болып көтерілу керек. Енді оның бетін ашамыз да, жақсылап қамырымызды ешқандай да илемейміз, тек қамырымызды аламыз да, осылай ұзын бөлшекке созып алатын боламыз. Содан соң оны 8-ге бөліп алатын боламын, яғни 8 тоқаш шығатын болады. Енді оны жақсылап дөңгелек қылып аламын да, содан соң оны оқтаудың көмегімен жайып алатын боламын. Өте қатты жұқа емес, өте қатты қалың емес етіп, орташа түрде жайып алатын боламыз. Содан соң оған шоколад салмасына шоколадты паста жағатын боламыз. Кез келген шоколадты пастаны пайдалануға болады. Мен нутелланы пайдаландым. Осылай барлығын жақсылап жағып шығамыз, содан соң тоқашымызды орайтын боламыз. Осылай енді ең шетіндегі қалған тестісімен осылай бір-біріне жабыстырып шығатын боламыз, ол ашылып кетпеуі үшін. Содан кейін оны сәл бұраймыз да, ең шетіндегі түйірін басып, шетін жақсылап түйіп алатын боламыз. Сонымен біздің тоқаштарымыз дайын. Осылай бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығатын боламын. Енді 180 градуста 30 минут пісіріп алатын боламын. Мінекей менің тоқаштарым дайын болды. Дәмі өте керемет болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Көргендеріңізге рахмет.